Ер адам алтын сақина тақса не болады? Тақса не болады? Неке сақинасы не істейді? Негізі мұсылмандарда неке сақинасы деген жоқ. Бізде жоқ, түсінікші. Верность деген. Бірақ сыйлық еркек адам әйелге неке жүзігін беруі бар. Күйеуге шыққан. Оригинал, качественный тағы бар. Тағат неге тақпайды? Ашкейін түретін тағыңыздар. Түске дейін бұлай, түстен кейін мынандай, телевизор сияқты болады мынандай, соны бетіңе дейін жауып ал. Тағу керек. Әйел адам бүкіл әдемілікті шариғатымыз әйелдерге беріңдер деген. Қарындастарға беріңіздер деген. Мамаларыңызға беріңіздер. Ашкейдің түрін мынандай сварочный тағып алмаған десең, таға бер бәрін. Енем қарызымды қайтармай жүр дейді. Қайтарам дейді. Уақыт өтіп кетті. Не істесем болады дейді. Енеңнің қарызын баласына аудара сал. Ең дұрысы сол. Баламен займ расчет жасай саласың, кейін болды. Түнде. Сондықтан тиіспей қалған. Енеңде қарыз. Не сөз ол енем қарыз деген? Сен де күшті келін екенсің, енеңе қарыз берген. Қой бата. Енемен расчет жасап бухгалтерия ашып сен. Енең онда күйеуіңнің бала туып берген міндет қылсын. Сонымен-ақ қылып кетеді ол займ расчет. Қой ондай бәрін. Батыста бірінші жылдықтан бастап Астана уақыты болады, сонда намаз уақыты өзгере ма дейді. Сол жердің кестесіне қарайсыз, сәжде кезетте бәрі жақсы тұрады. Намаз оқып енді бастадым. Дұғаны қашан тілейді? Салауат зікірден соң тілеген дұрыс па дейді. Намазды ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп сәлем бересіз ғой. Содан кейін қолыңызды жайыңызды астағфирулла деп, я Алла мені кешір деңіз. Намазды тиісті дәрежеде оқи алмай қалдым, кешір деңіз де. Содан кейін бүкіл тілегіңді қазақша ұра бер, аяма. Бәрі тілегіңді айта бер. Қазақша, орысша арасына қосып жібер. Я Алла, мне чуть-чуть язык қазақ не получается, Құдайым өзіңше деп, орысша айта бер, англисша айта бер, арабша айту шарт емес. Тілің келгенше зікір, айта бер, дұғаң бәрі қазақша. Пайғамбар саллаллаху алейхи көрсеткен дұғалар бар. Жаңағы зікірлер бар, солар сүннет деп келген. Соларды кейінірек жаттап аласыз, арабшасымен. 7 жасқа ұлым түнде көп шошып ұйқысы жылайды. Не істеуге болады? Дем салу керек пе? Я қалай салдым? Имамға, жақын жерде мешітке апарыңыз. Осы маған айтқанда имамға айтсаң, имам өзі біледі. Не істейтін өзі біледі. Тура сол маған айтқанда имамға айтсаң, имам өзі реттеп береді. Іштей салауат айтып жүрген саналама, саналады. Түнде тісіңнің түскенін көрсе не болады? Ештеңе болмайды, өмір жасың ұзақ болады, жақсы болады. Үйде душ жоқ, баня жоқ, намаз оқыған адам ғұсыл дәретті қалай аламыз дейді. Қайда өмір жүрсіңіз? Не душ жоқ, не заман жоқ. Қайда өмір жүрсің? Ботақанау. Джунглиде де газ душ бар. Қайда? Не әңгіме өзі, жаным ау. Қалай жүрсің өзі? Жуынбай. Уже адам өзі. Бір қызға айтып берейін. Бір жігіт айтады, осы мен тершемін дейді да, терлеймін дейді. Сол кішкене қолтығым терлесе, дәретім бұзыла ма дейді, ғұсылым дейді. Жоқ дедім. Дәрет бұзылмайды. Оқи берсем бола ма дейді, бола береді дедім. Соңғы мына көкірегім терлейді дейді, неженің бәрі жүн дейді. Терлесем дәрет бұзыла ма дейді, бұзылмайды дедім. Содан кейін мына аяғымның тіземнің арт жағы терлейді дейді да, кішкене. Фитнеске барам, сонда дәрет бұзыла ма дейді, бұзылмайды. Айналайын, сен уже чомылшы дедім, сасып кеттің уже дедім. Сол сияқты қайда өмір сүріп жатсың жаным уже. Заман өзі 21-ші ғасыр, мынандай жақсы лейкалар бар, ана тиктокта салып жатыр, сантехник деген отделға кірсең, түр-түрмен. Қазір қиналудың керегі жоқ, 17 мың, 13 мың, шланганы бей тоққа қосып қоясың, өзі ішінен сумен ағып келеді. Сол білмеймін, не істеу керек. Газ бар, ауылда вообще түк жоқ па, тезек бар ма, тезекті жағасында, тезектің үстіне су жылтып, ата-бабаң өмір ақ жуынған. Оның проблема жасаудың керегі жоқ. Әйеліне, әпкесіне, қарындасына жуынатын жер жасап бере алмаған еркек не үйленуге болмайды, не білмеймін қалай өмір сүріп жүрген. 4 әйел алу оттаған сөз дұрыс, бір әйелге ие болған дұрыс. Қара көйлек киіп тұрмын түсімде дейді. Кішкене уайым деп түсініңіз. Мақырге алып берем деген затты уақытысымен алып бермесе не болады? Ештеңе етпей кейін бере бересіз. Атам үйден кет дей береді. Не істесем болады дей береді. Үлкен кісілер алжып қалады, үндемес, жақсылық жасай бер. Басқа елдерге көп жырпылдайды жолдасым дейді. Соларға көңілі ауып тұрады. Ажырасқым келіп жүр. Как всегда балалар ұстайды ғой дейді. Ажырастыңыз. Не болды? Не жетті? Не арманға жетті? Ертең мен өткенде ғана соңғы пост салғам осы туралы. Біразыңыз келісіп, біразы келіспей жатыр ғой. Негізі кейін уақыт өте келіседі. Мен енді
көп өмір сүрген емес, көпті көргеннен сұра дегендей, елдің ішінде жүргеннен кейін көп неке бар, қуанышты жағдай бар, қайғылы жағдай бар. Сол кезде жүрген кезде мына үлкен кісілермен сөйлескен жақсы көремін да, өмір жайын, мәнін. Сол кездегі жас кезіндегі қателіктерін айтады. Сол кезде дейді, күйеуім ерегісіп, сен жүріп қойдың, сен измена жасадың, сен бүйттің, сөйттің деп ажырасып кетіп едім дейді. Қазір мына қызымды ұзататын кезде құдаларым қызымды әкең жоқ деп басады екен. Сол дұрыс па дейді үлкен кісілер. Сондағы айналып келген кезде анау жердегі жастыққа салған қателігі өзінің көз алдында тұр жаным. Сондықтан ол ақымақ болса сен болма жаным. Әлбетте оның күнә дұрыс емес, бірақ шайтан бар, басқа нәрсе бар. Сондықтан сіз өміріңізді жалғай беріңіз. Оның түбі үлкен жақсылық. Қашанғы жырпылдайды. Ат айналып қазығын табады. Әлбетте ол күнә, арам, ол қорғайтын, ақтайтын дүние емес. Бірақ сіз ақымақ болмаңыз жаным. Емшіге баруға бола ма? Дәрігерге барып, дәрігермен қоса емшілікке барған дұрыс. Біреулер ауырып жатса да, аппендицит болса да, грипп болса да, тәуіп емшіге барудың керегі дұрыс емес ол. Бізде дәрігерге бару, врач бар. Враштар ешқандай пайда бере алмаса, онда бара беріңіз. Адам дүниеден өткен соң рухы қайда болады дейді. Қияметке дейін барзах әлемінде болады. Балаға есімді кім таңдайды? Әкесі таңдайды. Көбінесе уайыммен жүрмін, қалай басуға болады айтып беріңізші. Намазбен басасыз. Намазға тұрсаң басылады. Анасы ажырасқансың деп бойдақ ұлына қабылдамайды, бірақ бірге жасырын тұрамыз 3 жыл. Некесіз бала туға бола ма? Астағфирулла. Бұл жерде мамасынан емес, сенің қасыңдағы ана адам оңбаған. Сенің жаңағы адам оңбаған. Сен бала туған күні сен тастайды. Осыдан қарада тұр. Не сөз ол? Не еркектік сөзі жоқ па? Сенің өмірің ойыншық болған. Қашанғы жасырын тұрасыңдар? Қашанғы жасырасың оны? Ертең бала туасын, сонда атын бермейді, фамилиясын бермейді. Не ол? Не сөз ол? Жасырын тұрамыз деп. Ертең шақырып алса, таста оған кете береміз, сен сонда бір қадіріңнің жоқ болғанда ма, сонда адам ретінде оның бір трәпка сияқты тастай салама, сонда сен трәпка құрлығы жоқ па, сен өзіңнің дәрежеңді өзің түсіріп отқан адамсың сен. Бұл не сөзі? Сен өзіңді соншама дәрежеде қадіріңсіз адамсың ба сен? Өзіңді сондай дәрежеге түсірген. Жоқ қарындасым, олай жасама. Сенің әкең болып болса да, сен ажырасқан болса да, адамсың сен. Сен адам өмірде әртүрлі жағдай болады. Сондықтан сен олдай ол не емес, айып емес жан. Болған шығар қателік, адам пенде ғой. Бірақ ол кейінгі сол бірінші қателігіңді екінші рет қателік жіберген адам, сол кезде ақымақ боласың сен. Сол бірінші қателіктен ой жинамағаның сенің осы екінші қателігін алып келеді. Осы намаз оқыр алдында, неге кейбір мұсылмандар намаз оқыр алдында айнамен фотосуреттерді тығады дейді. Себебі, Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз айтқан, адамның намаз оқитын алдында, төбесінде, екі жағында, арт жағы саналмайды. Яғни алдыңда, оң жақ, сол жағында, және төбеңде сурет тұрса, сен суретке сыйынғандай боласың лай. Құлшылық қылғандай боласың. Сол сияқты айна, сол сияқты қабір, сол сияқты жанып тұрған лампа, шырақ, свеча алдында тұруға болмайды. Түсінікті? Енді тұрса не болады? Сурет тұрды, аламадың, табақтай сурет тұр. Намазды уақыт оқи бересің. Бұл парыз деген дүние емес. Намаз қабыл бола береді, алдында не тұрса да. Бірақ сыйыну сияқты болып көрінеді, сол үшін тыйым салынған. Күйеу бала іше берсе де тұра беру керек па ұстаз дейді. Бұл индивидуальный нәрсе. Әр адамның жеке өмірін қарап, көріп, ситуациясына қарай көріп айтылады. Бұл жалпы ажыраса бер, ажыраспа деген сөз емес. Барлығына бірдей үкім айтылмайды. Мысалы, мені күйеуім іше береді, ажыраса берейін ба десек, мына жерде талай адам ажырасып кеткен болар еді. Сондықтан бұл индивидуальный, ары қарай шақырасың, мысалы, мен осындай проблемам бар дейді, маған келесіз, мен сізді тыңдап көремін, жазамыз. Не бар? Күйеуім арақ ішеді. Ішкеннен кейін ұра ма? Жоқ, ұрмайды. Ішеді, жатып қалады. Жақсы. Ішеді, сені асырай ма? Асырайды.
Енді бұл индивидуальный қаралатын нәрсе. Бұл түгел ажырас, жоқ ажыраспа деген сөз емес. Егер әлбетте ішіп алып сені ұрып, тепкілеп, майып қылып жатса, онда полиция бар, онда өмір бар, онда жаңа зорлық, зомбылық деген комитет бар. Соған қайырлас, өміріңізді шешесіз. Ешкім біреудің құлы бол деген сөз емес. Бұл жағдайға қарай айтылады. Намаз оқып жүріп адам темекі шексе, намаз қабыл болады ма? Енді ақыр намаз қабыл болады екен деп шегеме деген сөз емес. Намазы қабыл болады. Бірақ қоя алмай жүрген шығар, сен де аңдыма оны. Мысалы, бір адам 20 жыл шекті. Енді намаз бастады. Енді қоя алмай жүр. Енді не істейміз енді? Мысалы, ораза кезде ауыз аша салысымен темекі шегетіндер бар, жүгіріп барып. Енді оразадан қабыл емес деп кім айтады оған? Қоя алмай жүр, түсінесің ба? Енді міне қояды, бұйырса қояды, сондықтан жақсылық оған мотивация берейік біз. Аға, сәлем бердік. Сізден әкем жолдасым айтатын сөздерді айтасыз. Жолдасым сондай еді, ренжігелі бөтен болып жүр, дүниелік реніш дейді. Күйеуіміз қорлық жасайды, зам келеді дейді. Дұрыс, айту керек. Енді сіз жүзіңізді Аллаға бұрыңыз. Құдайдан сұраңыз, Алланы сап берсін. Қарағандыдағы теміржол колледжінің студенттерімен кездесу ұйымдастырдық. Иншалла, Қарағанды облыстық дін істер басқармасы мен жастар ісі жөнінде басқармаға осыны өтінішіңіз жазсаңыздар, олар мені шақырады, соны барып, енді бір колледж үшін Астанадан 200 шақырым жүріп баруға сәл ауырлау болатын шығар, мүмкіншілік бірнеше кездесу өткізу үшін барамыз, ешқандай мәселе жоқ. Маған дейін. Қарағандыда жақсы имам бар, облыстың бас имам, менің інім бауырым болады. Оның басқа мешіттердегі бауырларымыз бар. Соларға барып, оларға да айтыңыз, олар да келіп айтсын. Басқа теологтар бар, дін істер басқармасына, оларды татыңдар. Обязательно бір танымал имамды шақыру шарт емес қой. Иә, біз де келерміз. Бірақ сол жердегімен де жұмыс істей беріңіздер. 37-ге келдім дейді. Қандай әрекеттер жасаған дұрыс дейді. 30-ында орда бұзып, 40-ында қамал алатын жасашы алтыным. Сондықтан енді әрекетін позна деп айтпай ақ қояйын, бірақ енді белді байласаңыз, ең бірінші өтірік айтпаңыз. Өтіріктен қашыңыз. Сіздің ғайбат, өсек, өтірік, осы нәрселерден қашыңыз. Керек емес дүние сізге. Біреуді даттау, біреуді балағаттау. Егер семьяңыз болса, сол семьяңызға адал, әділ азамат болып беріңіз. Шынайы ұлтжандығыңызды көрсетіңіз. Нағыз мұсылман, рухани бай адам екеніңізді көрсетіңіз. Қолыңызда телефон емес, қолыңызда кітап болсын, бауырым. Үзеңгілес бауырымыз екенсіз. Кітап болсын қолыңызда. Жақсы сөздерді айтыңыз. Боғауыз болады, үйде жындану сөздерін бәрін қойыңыз. Өмірді 180 градусқа өзгертіңіз. Сахабалар солай еді. Құраннан аят түскенде басқа адам сияқты болып өзгеретін еді. Ал біз өзгеремей жатырмыз. Ұрсып та жатыр, айтып та жатыр. Өйткені анау сарын дейді, немесе кәлия дейміз. Сол сарынымыздан шыға алмай жатырмыз. Соның жақсылыққа бір алтыным. 37-ге келіп, осы сұрақты қойғаныңның өзі Құдайдың үлкен жақсылығы. Осыны тыңдағаныңыздың өзі Құдайдың жақсылығы. Осы мені тыңдап отырудың өзі Құдайдың сізге рақымдығы. Сондықтан осыдан өзгеріп салыңыз. Мен мынаны пайдаланайын, мына жерден өміріме кіргізейін десең, Құдайдың бір бақытты адам екенін беріп қойған. Сондықтан осы жазуыңыздың өзі Құдайдың сіздегі рақымы, жақсылығын бар екенін көрсетеді. Қайдағы бір нәрселерге леліктемеңіз. Болды, өмірдің көбі кетіп азы қалды дегендей, біразы көрдіңіз. Көрмеген нәрсені де көрмеу керек болған нәрсені де көрдік. Енді өзгертейік өмірді алтыным. Жақсылыққа бет бұрайық. Тастайтын нәрсені таста жаным. Мүй шықса шығатын еді. Ішкеннен, жүргеннен, мүй шықса шығатын еді. Айтшы, шықты ма? Шыққан жоқ. Не таптың? Ештеңе таппадың. Өмірдің біразы кетті. Енді қалған өміріміздің мына жағын өмірді өзгертсең, Құдайдың рахымы шексіз жаным. Мына жағы өтетін жақсы болады. Енді Құдай перзент берген шығар, үйленген шығар, сен де осы кезге дейін үйленген болсаңыз, онда сол ұрпағыңызды дұрыс тәрбиелеңіз, оқытыңыз, өзіңіз оқыңыз. Күйеуім ренжи береді, болмайтын ұсақ түйекке не істеуге болады? Қазір күйеу сондай, ренжи бергіш, жүректері нәзік, сондай, бәрі нәзік болады. Мамасын баласы оқыған. Енді сен ештеңе істеме. Соны ренжітпеуге тырыс енді. Ренжітпе. Мен де сондаймын, ренжіп қала беремін. Хорошо, үйден кетіп қалмайды. Қазір еркектер үйден кетіп қалады, ренжісе. Далаға өз адамды кездестіре алмай жүрмін, не істеуге болады аға дейді.
Бұлай жүре берсең 2050-ге дейін жүресің жаным. 2050-ді тапқан кезде уже ешкімге керек болмай қаласың. Өз адамды кездестірем деп, өз адамың өтіп кете береді. Сондықтан өз адамды іздеп жүру мағына емес. Құдайдың бергенін кездестіре бер. Өзің таппай жатсаң, жеңгең айт, аға кешең айт, тауып беріңдер, таппай жатырмын де. Сол тапқанда көзіңді жұмып бақытты болып күйге шыға бер. Мен өз адамым келеді, бір аппақ атпен келеді дегенде ажал періштесі келіп қалуы мүмкін оған дейін. Сондықтан жаным, өмірді жақсылыққа бұра бер. Өз адамым келеді деген ол келмейді ол. Келетін уже кетіп қалған басқа жаққа. Іш дәретті жу, бетін жу, дәрет болып есептелеме? Жоқ, дәрет болып есептелмейді. Ол гигиена. 4-5 тал ғана сақал шығатындар өсірген дұрыс па? Енді барын өсіріп жатыр да жарым. Сіз оны 4-5 сақалын аңдымасаш, неге сол 4-5 сақалын аңдайсың? Сонда сақалы барлығы күшті болу керек па не? Кейбіреуді өседі, кейбіреуді өспейді. Кейбіреудің тісі түзу болады, кейбіреудің тісі қисық болады. Енді қисық болса, тісіңді золып тыста демейсің оған. Мына тісің ұнамайды маған сенің. Мына тісің бәрін қайрап-қайрап, егеп, бәрін ровный қылып ал демейсің ғой. Имплант салып ал демейсің ғой. Сен біреудің сақалы, біреудің орамалы, біреудің несін аңдамай, өзіңізді аңдысаш, өзіңді аңда, өзің амалыңды аңда, өзің тірлігіңді аңда, сол маңызды. Не қыласың біреудің тісін? Сақалын деген. Мойнақтан көріп өтіміз, о, тамаша. Алла разы болсын. Ол саған ұнайтынсың қыз емес қой. Қойды өз үшін, жақсы. Мысалы, маған ұнамайды, шашын жаңа сары қызыларға бояғандар. Мына прическалары мынандай ұнамайды. Біреу айтса саған, мен прическаң ұнамайды маған десе, не? Прическасын қитсай ма сен үшін? Бар сол енді. Өз-өзін аңдысаң жақсы, не аласың? Шашын, сақалын, басқа жағын. Үйте берсек бәрін тергейміз. Ертең сен сүндет тілгесін бе деп сұрайтын боламыз. Бізге керек жоғаны. Дәретсіз жаттаған сүрені оқып дем салса болады ма? Дәретсіз сүре оқыса бола ма? Дәретсіз сүре оқысаң болады, бірақ сауабы аздау болады. Дәретпен оқыған полный комплект болады. Полный электропакет болады, түсінікті болу үшін. Сосын дәретпен оқыған жақсырақ, желательно. Но енді дәретсіз оқыса болады. Вообще Құран оқу екі түрлі болады. Бірінші Құран оқу деген болады. Арабша Құранды қолға ұстап оқу үшін дәрет обязательно. Өлтіріл дәрет болу керек. Егер жаттаған Құранды оқысаң дәретсіз, онда бола береді. Бола береді жаттаған. Ол кітап жоқ қолда. Тұрмыс құрғанымызға 20 жыл болды. Қазір некемізді қисақ бола ма? Болады, тезірек. Бүгін барып қидырыңыз, әбетке дейін қидырып алыңыздар. Екі бала шағамен тұрмысқа шығу туралы не айтасыз? Батырлық деп айтам. Алған бала да батыр, сен де батырсың. Екеуің де батырсың. Бағың ашылсын, шыға бер. Алам деген адам болса, 4 баламен шыға бер. Енді ауыррақ болады, конечно, но шыға бер. Бағың ашылсын жан. Анау күйеуге шыққан звездалардан қаяғың кем? Баласымен, 2-3 баласымен де шығып жатыр ғой. Шыға бер сен де. Сен де звезда боласың. Шыға бер жан. Алам деген адам болса, көзің жұмып кете бер. Аяғың қисық болса да, мұрның пұшық болса да, алам деген еркек болса, бара беріңдер жан. Қалай болса, олай болсын. Мәһірді бермесе қарыз болып қалама, еркекке ажырасып кетсек те дейді, қарыз болады. Бірақ қалың мал қазақтың дәстүрін жасамаған болса, көшеден қосылып, көшеде қалған болсаң, онда қарыз болады. Ал егер қазақтың салт дәстүрі, ырымдар көп қой бізде, соның барлығы мәһірдің негізінде құралады. Қалың мал дейді, немесе әкенің күші дейді, ананың сүті деп береді. Соның барлығы қыздың гарнитурына, дүниесіне беріледі. Соны сен ажырасқан кезде менің гарнитурым, менің шкабым, менің стиральный машинем деп алып кетіп қаласың қайтып. Мен бердім, мен өзім кетіп баратырмын деген әйел тарихта болмаған. Мынау менікі, мына мамам берген, мына папам берген деп қырылысып, төбелесіп, енеңмен жұлысып, қайын сіңлілермен төбелесіп, машинаға жалдап алып кетесің. Соның бәрі сенің қалың малың, мәһірің. Так что сол мына күйеу берген соны. Сондықтан соған жатқызғаның жақсы. Ана дүниеде есептесем мен деген жоқ. Киноға күштісіз дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Намазға ниет бар дейді. Бірақ үйдің тірлігі бітпейді. Күнде бастаймын деп жүрмін. Қандай кеңес бересіз? Кезінде оқығанмын, тастап кеткем. Енді қайта бастағым келеді дейді. Госпожа
Сөйтіп бастайым деп жүргенде өмір өтіп кетеді алтыным. Қай кино дейді? Келін жан деген киноны көріңіздер. Так, дұрыс нәрсе емес. Бастай бер жаным. Баста. Әке-шешем ерте қайтыс болды. Үлкендер ата-енем ғана бар. Солардың жағдайын дейді. Үлкендерден ата-енем ғана бар. Солардың жағдай жасап батасын алуға бола ма дейді. Әлбетте. Әлбетте болады. Әлбетте болады. Әйеліңнің ата-анасы да саған ата-ана болады. Күйеуіңнің болады. Міне, тек қана менің ата-анам ата-ана, басқаны ата-ана емес пе не? Жоқ, ол дұрыс емес. Құдай қосқан жарыңның ата-анасы сені құшақтап, жаныңды өмірін арнаған, бәлем мың еркектің ішінен сені таңдаған, демесе бәлем бай әйелдің ішінен сені таңдаған жарыңның ата-анасы вечный ата-ана болады сізге. Валейкумассалам, Жахантай, қалай алтын, жақсыма. Видела во сне, что могила папы в воде, и он сам тоже лежит в воде. Что это означает? Слезы, непрекращающаяся боль, непрекращающиеся воспоминания, которые несет в себе только вред умершему человеку, никакой пользы нету. То есть от того ваша скорбь непрекращающаяся, при этом у вас изменений нету, вы не помогаете умершему человеку. Вот эти моменты выражаются в виде сна для умершего, в виде умершего человека, они выражаются в виде воды. Поэтому у казахов есть слово «алды көл болады». Операция кезінде қан құю шариғат рұқсат етілген бе дейді. Әлбетте, операция кезінде емес, любой кезде қаны нашарлаған адамға, қан жоғалтқан адамдарға қан құю міндетті болады. Оған жанын сақтау парыз болады. Даже әшейін кезде де біздің қазекелер қыстың күні ет жейтін, соғым жейтін қазақтардың қанның гемоглобині 150-ден кем болмайды сорпа ішкіштердің. Солар денсаулықтары жақсы болу үшін, біреуге қайыр болу үшін қан орталықтарына барып, қан өткізіп тұрыңыздар. Үлкен сауап болады. Айтыңызшы дейді, бұл түс екен. Түстің бәрін қоя тұрайық. Ата-енеге қызмет ету міндет пе, парыз ба дейді. Міндет те, парыз да. Екеуі бір сөз. Әкем бір жыл болды қайтыс болғаны, түсіме кірмейді, неге дейді. Дұға қыла беріңіз. Тахаджуд қалай оқылады? Жайнамаз жайылады ма оған дейді. Үйің таза болса жайнамаз қажет емес. Кілем таза болса, ешкім үстіне нәжас түспеген болса оқи бересіз. Ассаламағалейкум. Намазхан қыз, намазхан жігіт, намазхан емес жігітке тұрмысқа шыға ала ма дейді. Шыға алады? Мұсылман емеске шығып атыр деген сөз емес қой ол. Иә? Шыға береді. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Намаз оқымаған жігіт ертең соның намазына тиісуі ықтимал. Одан кейін енесі тиісуі ықтимал. Осы сенің әйелің туалеттен шықпайды, дәрет ала береді, намаз оқи береді деген сияқты қылып, намазыңды қойдырып тастауы да ықтимал. Сондықтан басын келісіп алу керек. Сезім, махаббат. Сол үшін басын ашып алу керек. Мен намаз оқимын, намазханмын. Келешекте сен де намаз оқуың керек. Енді үйлену үшін бәрін айта береді. Қатырам бәрін дей беру ықтимал. Бірақ десе де намаз. Одан кейін намаз оқитын қыздар, мен намаз оқитын едім деп 24 сағат кіріп алып, бөлмеден шықпай қоймау керек. Енеңіздің тамағы, үйдің қызметі, үйдің балалардың жағдаяты орынды болса, намаз сізге кедергі емес. Ырымға сенуге бола ма? Болады. Қазақ халқын тәрбиелеген ырым, тыйым, салт, дәстүр. Құранның аясында, хадистің негізінде, ұрф әдеттің төңірегінде құрылған қазақ халқының дәстүрі, әдеті мәнді, маңызды ұлы дүниенің біреуі. Сондықтан жеті күнше де сол, үлкендерді құрметтеу, кішіге ізет көрсету, тәлім тәрбие, ұрпақ тәрбиесіне бағытталған, мынау болмайды, мынау жаман болады, мынау обал болады деп тәрбиелеген сол шариғаттың шеңберіндегі ұлы қағида дүниелер. Сондықтан сол үрдістеден біз келуіміз керек. Келесі муфти болуға кім лайықты дейді? Алла шешетін адам лайықты.
ол біздің қолымызда емес, ол үлкен жауапкершілік. Бұл дүниеде қуаныш болса, қияметте азап болып қалуы да ықтимал. Сондықтан кімге, ол тек қана мүфтиге қатысты емес, барлық басшыларға қатысты. Қияметте азабы, сұрағы ауыр болады. Қазақ халқының, елдің аманатын жүктеу бұл үлкен ауыр дүние. Артыңдағы бір адам үшін жауап беретін ахуал бар. Кезінде Омар радиаллаху анхудың айтқан ғажап сөзі бар. Ел аш болса, ұрлық жасаса, не істеу керек дегенде, онда менің қолымды кесіңдер деген. Халқымды сондай бейшара күйге түсірген деген. Сондықтан жаным, ол оңай дүние емес. Анау болсын, мынау болсын, жүгіріп жүргендер. Егер таққа жүгірген болсаң, сол тақ басыңа сор болады. Таққа қызметке жүгірген болсаң, сол басыңа проблема болады. Одан кейін барып тозақ болады. Одан қалған болса, абыройсыздықтан сол істен кету керек болады. Кететін боласың. Сондықтан ең дұрысы бару емес, мәселе қайту қалай болады. Әңгіме сада. Кезінде Қазақстанға мүфти болған дүниеден өтіп кетті. Әбсаттарға Дербісәлі Хазіреттің айтқан сөзі бар. Бардым, қайтуым қалай болар екен деп. Сондықтан мәселе сода ардақтылар. Балама дұға қылыңызшы, жұмысқа кіріп кетсін дейді. Ардақты анашым-ау, сіздің дұғаңыздан артық дұға жоқ жер бетінде. Ешқандай молда, имам, ұстаздың дұғасы сіздің дұғаңызға жетпейді. Өздеріңіз, өз ата-аналар дұға қылыңыздар. Сіздердің дұғаларыңыз бірінші дұға. Ешкімге барып дұға қойшы деп жалбарының керегі жоқ. Мүмкіншілік болса, дұға қылып берсін. Бірақ ең жақсы сіздердің дұға, лә шакка фихинна, күмәндарыңыз болмасын деген. Үйдің алдынан бір шелпек тауып алды жолдасым, оны алып мұздатқышқа салып қойдық. Енді оны не істесек болады? Неге жорса болады дейді. Өңінде тауып алған ба? Өңінде болса басқа, түсінде болса басқа. Түсінбедім сұрақты. Таңертең жұмысқа шығарда, дәрет алып шығамын дейді. Ал жұмыста сырт киім, іш киімдерді, колготки, носки, тағы басқа шешуін қайсыз. Етіктің сыртынан масық тартуға бола ма дейді. Етік қонышы биік болатын болса, етік дегеннен биік қой, енді тобықты жауып тұратын болса, жуып киген болсаңыз, мәселен көміне өтеді. Жолдасым көп ұйықтайды, ұйқысын жеңе алмайды, 45-ке келді дейді. Кішкене ұйықтасын, оянады Құда қаласа. Қазақ халқы келін түскенде отқа май құяды, ал мұсылмандар оны ширк дейді дейді. Бұл жерде ниетке байланысты болады. Ниетке байланысты болады. Бірақ көпшілігінде сол оттықтан қалған дүние болып есептелінеді. Бұл отқа май тамызу, одан кейін кетіп ажырасып кеткен келіндердің көбінің бәріне отқа май тамызған. Сондықтан мәселе отқа май тамызуда емес, соған дұрыс ене бола білуде, соған жақсы жар бола білуде. Бірақ отқа бейтіп қол тигізіп, отты бейтіп бетіне жағып сүрту, басынан бейтіп айландыру, тағысы тағы, бұл жақсы дұрыс нәрсе емес. Бірақ негізі ниеті сол отты қасиет тұтудан деп есептелген. Емізулі адам намаз оқи ма? Оқиды. 4 қыздың анасымын, түсімде ұлды болдым. Бірақ дым қуанбай қарап жүрмін, бұл ненің белгісі дейді. Іштегі көңілдің белгісі, содан қыздарға жақсы мән беріңіз. Тәрбиесіне, өміріне, сол маңыздырақ. Есік алдындағы күлдің арасын пакетке шелпек пен шикі қарны оралған тауып алдым. Бұл не болуы мүмкін? Мүмкін өңімде түсім емес дейді. Ит сүйреп алып кеп тастаған болуы мүмкін, мәселе сол. Мына жердегі әйелдер күйеуінің я болмаса басқа біреулердің үстінен шағым айтқаны дұрыс па? Енді барын айтады да жаным. Егер күйеулер жақсы болса, айтпайтын еді ғой. Дұрыс, маған да ұнамайды. Естіп отырсың, ұрсып та отырым, мақтап та отырым. Өзің ойлашы, ойынан шығарып жатқан жоқ қой қыздар. Біздің еркектеріміздің сөзі мен ісі үйлеспесе, әйелін сабаса, тапқаны міндет қып жегенін желкесінен шығарса, не істеу керек бұл әйел? Айтшы өзің. Енесі келінін нұқып мұжи берсе, жәнін жей берсе, сенің әйеліңді, сенің мамаң
ақ ит кіріп көк ит қарғап сілесе, не істеу керек ол қыз? Кімге барып шағымын айтады? Үйіне барып анасын айтайын десе, сен кеткенсің, айтпа десе. Оған қорған болып беретін күйеуі оны аяққа таптаса, кімге айтады? Президент Тоқаевқа айта ма? Кімге айтады? Министрге айта ма? Жоқ. Жоқ, Инстаграмға айту керек. Кімге айту керек өзі? Айту керек шығар, ол да бір адам ғой. Жоқ, іште жиып, барлығын сол бетте өліп кету керек па? Не істеу керек? Ертең сені қызың күйеуге шықса, күйеуің оны қорласа, не істеу керек сол қыз? Оның да ол адам шығар, жоқ шариғат тек қана еркектің ғана сөзін сөйлей ма? Ол да бір адам ғой. Оның да бір іштегі сұхбат құратын адамы болу керек қой. Соған қиналған кезде демеу беретін еркегінен демеу көрмесе, не істейді ол? Амал жоқ, балам бар деп өмір сүріп атқан қанша адам бар? Не істеу керек? Әділеттік жоқ, тек қана еркегі жақында бола ма? Жоқ, менікі ғана бола ма? Ол да адам шығар, оны да Құдай жаратқан шығар. Сондықтан бұл жерде таяқтың екі ұшы бар жаным. Айтса, біздің еркектеріміз соған лайықты болмасын. Кешегі Ринат 80% айтқан кезде, сол 80-нің ішіне кіргендер көбейіп бара жатыр. Дұрыс айтады. Сондай болмайық та енді біз. Тамаша, осы нәрсе бар емес пе өмірде? Жоқ, өміріміз бәрі тамаша ма? Ондай жоқ па? Өзінен өзі іші пысқан, делать нечего, құтырғаннан айтып отыр ма? Рас, біз сөйтіп айтамыз. Бір нәрсе десе әйел, сен құтырдың, сен семірдің деп айтамыз бәріміз. Сен де айтасың, оны мен де айтам. Бір нәрсе ұнамаса, осы сен құтырдың деп. Адам ғой ол. Қарамасаң, мал кетеді. Қарамаса, қатын кетеді, бақпаса, мал кетеді дейді. Ол да бір сұхбат өмір жасау керек шығар біреумен. Сен кешкенен қыдырасың, кафеге барасың, ресторанға барасың, достарымен жүресің. Үйге келесің, үйде әйеліңмен сөзсің, жапшы аузыңды, бар, жұмысың істе десең, не істеу керек ол? Кімге барып зарын мұңын төккісі келеді? Сен мазақтасақ екеуміз, бір сөйлесіп семен сыр айтайын десе, сырын тыңдамасаң, мұңын айтайын десе, мұңына құлақ аспасақ, оның аяғын күлкі мазақ қысақ, ол кімге барып ашылады, кімге барып жарылады? Кетер үйінен кетті, қалай? Не істеу керек ол адам? Жоқ, өзімен өзі тынып, сол үйде өліп қалу керек па? Біздің қазіргі мына қазақтың келіндері сияқты бізде сондай түсінік бар. Өлу керек те, ол тек қана сол. Ана дүниеге барып Құдайға айта ма сонда? Ол дүниеге айтса, лучше Құдайға айтпасын сол әңгіме. Құдайға айтатын болса, ей Алла, мені мынау қорлады десе, вот сол кезде проблема болады. Қазіргі мына жердегі айтқан проблема емес бұл. Бұл түзетіледі бұйырса. Сондықтан тыңдаңыздар, тыңдатып тұрыңыздар. Адам ол. Ертең ата-ананың, әйелдің қадірін өлгенде біліп, немесе балалы болып қызыңды сабағанда білгенде не пайда ол? Ол жалғыздықты сезінген бар. Қасында адамы болып тұрып, сол жалғыздықты сезінгеннен артық қасірет жоқ, білесіз ба? Күйеуің бар, бірақ сен жылылық көрмейсің одан. Жылылық дегенде жаңа құшақтау, түндегі төсек әңгімесін айтып отқан жоқпын. Просто адами қасиет болмаса, қалай? Не істеу керек ол? Жоқ. Ондай болмайды алтыным. Сондықтан көңіл бұрыңыздар. Адам ол, сөйлес. Ертең өліп қалғаннан кейін осындай екен дегеннен не пайда одан айтшы? Солай бізде жаназаға мен жиі барам, қараймын, жаным әйелім еді дейді. Не пайда ол? Өкіргеннен не пайда, жылағаннан не пайда, қайғырғаннан не пайда? Сондықтан Алла тағала ешқашан ешкімнің ақысын таптамаған жаным. Ешқашан ешкімнің ақысын жығып бермеген. Бәріміз тең көрген. Әйелдің де құрметі бар, еркектің де ұлық дәрежесі бар. Бірақ сол ұлықтық дәрежеге еркекті жеткізген әйел екен, ұмытпаңыздар. Сол сені көтеріп еркек қылған, Алланың әмірінің мойын сұнып, соған қызмет жеткізген, сол сенің жарың екен, ұмытпаңыз соны. Бес саусақ тең емес. Ішінде де жамандары да бар шығар, түсінбейтіндері де бар шығар. Адам бәрі тең емес қой. Бірақ десе де орны, құрметі болу керек жан. Ол еркенен жазып атқан жоқ проблемасын ол қыз. Кей кезде мен уақытым қазір аса көп болмай жүрмін, жекеге жазылған сұрақтарды көрген кезде таң қалам, қандай заманда өмір сүріп жатырмыз. Білесіз ба, кейбір үйлердегі проблема, Палестинадан қалып қалады, мен сізге айтайын.
Палестинаға оның уайымы жетпейді. Ол үйіндегі жағдай күнде соққы, езгі, боғауыз, аяққа таптау проблемасы тұрған кезде оған Палестинаның не керегі бар? Сондай қиыншылықта өмір сүріп жатқан адам не деген батыр адам деп есептейсің да? Қойшы түзелетін шығар деп. Қойшы түзелетін шығар, осы бір бет қайтатын шығар деп амал жоқ бүйтіп өмір сүріп жатқан, бұл қандай батырлық деп есептеймін? Қандай адам бұл өзі? Сондықтан Алла разы болсын. Сондықтан барында бағалаңыздар. Қайнатам сәлемімді алмайды, 5 жыл болды. Не істесем болады? Алмай-ақ қойсын, бере бер. Сен сәлеміңе Алла жауап береді. Алла жауап береді, сәлем бере бер. Сәлем жауапсыз ешқашан қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам танығанға да, танымағанға да сәлем бер дейді. Сонда біреу сұрап, сахаба сәлеммен жауап бермесе дегенде, онда періште жауап береді дейді. Сен періштемен сөйлесіп жүрген адамсың. Зачем саған қайната? Сен сәлем бере бер. Ассалаумағалейкум де сәлем салып қой, еңкейіп қой. Болды, одан кейін. Ол өзі түсінсе, түсінбесе, сен періштемен сөйлескен, сен высшая кастасың, сен періштемен жүрген адамсың. Не қыласың оны төмен түсіп? Болды. Қарақалпақстаннан, алейкум салам, рахматулла баракату. Анамды ағам қарызға батырды дейді. Иә, осындай мәселе бар. Енді бұл жерде ананың да ретсіз баланы жақсы көруі. Енді Алла аналардың жүрегіне сондай мейірім салған. Өзі өтірікші ол, ананың өзі. Өзі аш болып тұрып, тоқпын деген. Жаурап тұрып, тоңбай тұрмын деген. Уайыммен баланың айыбын жасырған ана ол. Сондықтан Алла өзінен сап берсін. Бала емізіп жүрмін, жасым 1 жастан асты, Алла қаласа ораза айында ораза ұстасам бола ма дейді. Как раз ораза келгенде балаң 2-ке таяп қалады, бұйырса, ораза ұстасаң болады. Содан ары қарай неден шығып кетесіз? Емізуден. Сәлеметпен Нұрлан аға, көршім мұсырын жаман сумен заборымның ішіне төге береді дейді. Айтсам түсінбейді, ұрсып та жеңе алмадық, үлкен кісі, не істесем болады дейді. Тарихта Асан деген үлкен бір әулие өткен. Сол әулие тура сіз сияқты көршісі, ол еще мұсылман емес екен, мұсырын ағызып Асанның үйіне төгеді екен. Сон Асан ертең-ерте тұрып, өзі мұсырды жинап тастайды екен. Осылай 35 жыл өмір өтіпті. Бір күні мұсыр жоқ. Екінші күні қарайды, мұсыр жоқ. Үшінші күні қарайды, мұсыр жоқ. Соңғы сұрапты мына жақта көршісіне. Мына мұсыр келмей қалды, не болып қалды? Бұл да үйренген ғой, 35 жылда мұсыр тазалай беріп. Сөйтсе ол ауыр белейін деп жатыр депті. Сонда жаңа жүгіріп барып, көңілі көршім ғой деп жағдайын сұрауға барыпты. Сөйтсе әлгі кісі қорқып кетіп, 35 жыл саған жамандық істеп едім, мені өлтіруге келе жатсың ба десе, жоқ, менің құдайым бұйырады, көршіменен жақсы тұр, көршіңнің қызметін жаса, көрші құдайға жазсаң да, көршіге жазба деген ұлағат бар. Сол үшін келіп тұрмын. Деген кезде сенің құдайың бұйыра ма деп жаным. Сондықтан қағыр бір нәрсе деп айтпаңыз. Құдай көріп тұр ғой, таразылаушы. Бар, соған қайырлауыңызға да болады. Намаз оқимын, шүкір дейді. Бірақ хиджаб кигім келмейді. Киіп көрдім, болмады, енді күнәһар болдым ба дейді. Намаз оқи беріңіз. Сол намаз сізді соған алып келеді бұйырса. Әлі, значит, сен намазың пісіп жетілмеген, әлі шикі намаз деген сөз. Намазға тұра бер. Намаз өзі тәрбиелеп қояды адамды. Өмірге, тілін, арағын, жаманшылығын, наркотигін, ұра бергенін, боқтағанын бәрін тәрбиелейтін намаз. Өйткені Алла солай айтады. Намаз адамды жамандықтан тияды дейді. Тәнха фахша,
Инна салата танха анил фахша вал мункар. Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тияды дейді. Егер ешқашан күйеуге шықпаған қыз дейді, отырып қалған, жасы 30-дан асты дейді, ол қыз некесіз, осы жасқа дейін еркектермен қарым-қатынаста болып келген, қандай кеңес бересіз дейді. Не керек? Алғың кеп тұрмасана? Не керек? Үйлену керек па, үйленбеу керек па? Не істеу керек саған? Сол қызды алғың кеп тұрмы өзі? Алғың көзіңді жұмып ал. Ол істеген үшін өзі жауап береді. Егер алғың келмесе, оның абыройын ашып ары қарай төкпей ақ қой. Одан қайыр жоқ саған. Өз істегенін өзі жауап береді. Сен оған кіріспей ақ қой жаным. Адамдар неге дейді, жақсылыққа жамандық жасайды дейді. Енді тозаққа да біреу түсу керек қой. Күйеуім Құран бағыштамайды дейді. Күйеуім тірілерге түскен инструкция өлілерге емес дейді. Дұрыс па дейді. Оның логикасы дұрыс. Айтып тұрған сөзі дұрыс, бірақ түбінде бір нәрсені түсінбей тұр. Құран оқығанда не болады деп айтыңыз оған. Құран оқығанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сауап беріледі дейді. Яғни сіз жұмыс істегенде айлық беріледі сізге. Сол айлықты сен өзің білесің. Әйеліңе бересің бе, тоқалыңа бересің бе, өзіңе жаратасың ба, өзің білесің. Құдысы сияқты сіз Құран оқыған кезде Құранға сауап беріледі Алла Тағала тарапынан. Сол сауапты сен өзің білесің. Бағыштайсың ба, сыйлайсың ба, өлгенге бересің ба, төркінге бересің ба, ол сенің жеке меншік мүлкің. Сондай дүние. Хиба дейді, сыйлау. Жолдасым, үнемі табысымды алып қоюға бола ма? Рұқсатымсыз дейді. Осыны айтайын деп айтып едім, баяғыда бір рет бүкіл еркек боқтап шықты, подкаблучник молда деп. Сондықтан еркек әйелдің дүниесін ала алмайды. Егер әйел өзі іздеп тапқан болса. Бірақ ала алмайды деген сөз, сен де құтырып, мен ақшам деп проблема шығарма. Әйел мен екеуіңкі ортақ. Енді сенің еркегің сондай екен, қазір мұқтаж болып тұр екен, сен де төмен түсіп, кішкене бергенің жақсы. Оның да бір еңсесі көтерілсін. Сөйт жан, сенің күйеуің ғой бәрібір. Егер сәсет тартып алса, онда сотат жібер дейтін ем. Күйеуің ғой. Тұрмыс құрмаған қыз бесік апарса бола ма? Болады? Не ода тұрған не бар? Біз сондай бір ырым-жырымдар келе шығарып аламыз. Сен өзің күйеуге шықпағансың, өзің тұрмыс құрмай қаласың деп, столдың шетінде тұрсаң байға тимей қаласың деп, тиесің, еще қалай тиесің? Еще жыртып тұрып тиесің тигенде де. Ой, бәрі ауызашылық болады тиген. Наконец-то деп айтасың. Соқтан сөйт жан. Мән бермей ақ қой. Тырнақ шашты өртеуге бола ма? Жоқ, өртеген дұрыс емес. Өйткені адамның өзіне тән, адамның өзінің иісі болады, спецификалық. Сондықтан бұндай нәрсе жерге көміліп кеткені жақсы. Немесе орталық мусорға тастайсыз, сол жақтағылар өзі утилизировать етеді. Олар өзі не істесе өзі біледі. Бірақ адамның шашын, ағзаларын, тырнақтарын, тағы басқа қалдықтарын өртеген жақсы емес. Үйге Құран аяттар жазылған бойтұмарға не айтасыз? Жақсы нәрсе, тұра береді. Қазір нелерге қоймадай? Картиналар. Сол картиналарды іліп қоя бересіз, жақсы. Үйді адыраспандаған дұрыс па? Ниет дұрыс болса дұрыс. Ниет дұрыс болу керек. Ұстаз, үнемі жаман ойлар келе береді. Жақындарым өліп қалатын сияқты, жаман ойлардан қалай құтыламын дейді. Өліп қалатын адамның өлетіні жадыра, ол жаман ой емес, бәріміз өлеміз, ерте ме кеш па? Мәңгі ештеңе жоқ қой. Ол сіз егер сіз сол нәрсені тревога, уайым, жаман, негатив деп түсінсеңіз, ол негатив болып кетпейді бәрібір, кетіп қалмайды. Ол сізге уайым алып келе береді. Сондықтан сіз оны ойлағаннан оны өзгермейді, тағдыр болатын нәрсе болады бәрібір. Сен ойласаң тезірек өліп қалып, ойламасаң ол ұзақтан кейін кетіп қалады деген сөз емес ол. Сіз соны дұрыс арнаға бұруды үйреніңіз. Күйеуімнің хоббиі бильярд, көп ойнайды, ойын болған соң ақша болады, ол харам ба? Спорт деп қоймайды дейді. Бильярд спортқа кірмейді. Бильярд уақыт ысырабы. Бильярд енді біреулер ақтап тоқтамай жүреді ғой деген сияқты сөз бар. Бұл түбі азарт, жақсы нәрсе емес.
Корану 300 лет, как его хранить, дейді? Но от того, что вы храните Коран, у нас, вот, смотрите, тоже такое мнение, я вам скажу. Вот Коран, тоже ему где-то, по-моему, 200-300 лет. Вот. Ну что это дает? Этот Коран, этот свежий Коран. Вы что думаете, что здесь разница есть между этим и этим Кораном? Никакой разницы нет. Современный Коран как бы что-то другое, старый Коран что-то другое. Да нет, это абсолютно один и тот же Коран. Единственный момент — это исторические Кораны. Как глава государства Касым-Жомарт Кемелевич подарил Коран Кенесары хана, да, допустим, подарил музею. Точно так же. Нам надо смотреть, брать уроки. Этот Коран нашего прадеда. А почему мы по Корану не живем? Ваш отец, ваши дети, предки читали Коран на арабском языке. А вы не знаете арабский язык? Для нас это не стыдно? Наш язык, буквально наш быт заключался в исламе, в Коране. Но мы сейчас отошли от наших предков. И еще утверждаем, что мы любим наших предков. Если мы любим наших предков, мы должны следовать той дороге, которым они следовали. Нас отучили от наших предков. Вот нас научили вот этому русскому языку, которым мы сейчас в совершенстве владеем. Но при этом мы ошибаемся в нашем родном казахском языке. Мы не знаем свой язык, свои традиции, культурные. У нас абсолютно голодны мы в этом области. Но в другом области мы преуспеваем. Поэтому, знаете, этот Коран, старый, новый, ничего не дает, если вы не следуете этому Корану. А что делать? Отдайте в музей, подарите кому-нибудь, не знаю. А если она стоит дома, читайте. Жолдошым көз дейіп қиналып жүреді. Қантып жардам берсем болады. Мешітке апарыңыз, мешітте қарылар бар, Құран оқиды, барды ошо дам салып қойыш керек, еріңізге жақсы болады. Андан кейін намаз оқысын. Құранда аятыл күрсі бар ғой. Ошо Фатиха, аятыл күрсі, Нас, Фалақ сүрелерін қолын мом жерге қойып, бүйтіп қармап тұрып оқып қойса, андан кейін бір сүрелерді оқып, осы Нас, Фалақ сүрелерді оқыса, дам салып қойса, абдан сон болады. Қойып кетеді андан кейін. Умраға қашан баратын едіңіз дейді. Умраға 29-ына, осы айдың, қараша айының 29-ына умра сапарына сіздерді шақырам. Мен өзім авторстық турым болады, бірде өздер қастарыңызда боламыз, сіздерді ата-анамды жіберем, өзім барам десеңіздер, баршаларыңыз қош шақырам. 22-11 колл-центр бар, сол жерге звондаңыздар. 22-11 қысқа, 4 номер, 22-11. Осыған звондасаңыздар, сізге толық қажылық туралы мәлімет береді. Соған бірге барып келсек болады. Ұстаз, жас сәбиді тұз бен отпен аластау дұрыс па, серік қосамыз ба? Жоқ. Мен ескі кітаптарда көргем, жаңағы тұзбен, одан кейін тұзбен әметкен, ол түбі мына қазіргі заманауи деп өз тілімізді қорламайық, заманауи нелер бар. Солевая шахта деген бар. Бұл сол эффектіні біздің ата-бабамыз баяғыдан білген. Тұзбенен бүйтіп, тұзбенен бүйтсе, сол солевая шахтаның бір элементін жасаған аталарымыз. Одан кейін отпен аластау. Отпен аластау да белгілі дәрежеде, адраспен аластау деген сияқты нәрселер, алас оттан қалас деп, сөйтіп айтқаннан, жаңағы битіп таразлағаннан микробтарды өлтірген. Бұл ширкке апармайды жаным. Егер сен от мені қорғайды, от маған өмір береді, от деген вот десең, сол кезде болады. Ал енді сен отқа сиынып атқан жоқпыз ғой біз. Бәрін ширкке апара бермеу керек. Анау ширк, мынау ширк деп елдің бәрін бездіріп тындық. Тәшпіс таған ширктеді, ана сәләфи бір-екі жігіттер бар, қоймайды. Сондықтан бұл жай нәрсе. Аға, енем 15 жылдан кейін өмірімізге араласып дейді, баласы мәжбүрлейді. 15 жылдан кейін енең араласқан болса, Құдайға шүкір деп айт, сразу араласпағанда. Баланың қырқынан шыққан шашын, тырнағын не істейді? Жаңа түскен кіндігін істейді, көміп тастайды. Үйде сүрелерді қойып қойса бола ма телевизорда дейді. Сол телевизорды шыға уағыз тыңдаңыз. Массажный бизнес туралы айтпадың, запрет бар ма дейді. Массажный бизнес, боди массаж, эротический массаж, еркекке, әйелге арам болады.
даже полдарын ауыстырмаса да. Бұл арам болады. Енді массаж бар, физио массаж бар, дәрігердің бергені. Мынандай Фараби Ибн Сина атамызда мынандай заң бар. Массаждың бергенін дейді, дәрі беремейді. Дәрі массаж болмайды деген әңгіме бар. Түсінікті? Сондықтан массаж жақсы нәрсе, бірақ өз-өзіңе бүйтіп істеген массаж емес. Кәдімгі физио дәрігерлер береді назначение. Жаңа лучевая терапия, физиотерапия, сонда болады. А бірақ оны массажны ашсаңыз да тұрған ештеңе жоқ. Балалардың ДЦП, басқа да көп ауруларға, аяқ қол тартылған суставный мәселелерге детский массаж өте бір қазіргі жетіспей тұрған дүниенің біреуі. Ода тұрған ештеңе жоқ. Тілді де массаж жасайды, тілін шықпаған кезде, иә. Құран кітап үйде тұрған дұрыс па? Не үшін? Просто так? Сувенир? Или біреу айтады, үйді қорғап тұрады дейді, ол сигнализациямен қорғап тұратын. Жоқ. Құран кітап, ол қағаз, дәптер, ручка, сия, басқа ештеңе емес. Ол ішіндегі аят, ол Алланың ұлық сөзі. Сен сол Құранды өміріңе сіңірсең, онда жақсы болады. Саудия принці дейді, қадетті. Саудия принці қазіргі вахабизм ақштың проектісі деп айтты. Вахабтардың ғалымдарын түрмеге салып, вахабизмді қаржыландыру дұрыс. Қадетті. Қаржыландыруды қойды. Ойыңызды айтсаңыз дейді. Біз саяси белгілі мемлекеттердің мәселесіне араласпаймыз. Әр мемлекет өзінің ішкі сыртқы саясатын өзі құрады. Мысалы айтайық, Палестинада болып жатқан жағдайда қасында тұрған Иордания, Мысыр мемлекеттері өзінің саясатын құрып жатыр ғой. Біз мына жақтан көмек бере алмай жатырмыз. Мемлекетіміз гуманитарный көмек берді президентіміз. Сол сияқты ол әр мемлекет өзінің ішкі саясатын өздері құрады. Біз оларды айыптап, немесе мақтағаннан бізге не мүйіз шықпайды, не ештеңе өзгермейді. Сондықтан ең дұрысы мен есептеуімде, мен түсімде, мен сөзім оған жетпейді. Маған қажет нәрсе менің өзімнің мемлекетімнің, өзімнің халқымның, өзімнің ұлтымның, өзімнің жақындарымның, өзімнің қара көздерімнің, өзімнің мемлекетімнің жақсы болуы мен соларға қосқан үлесім деп есептеймін. Түсінікті? Қазіргі ата-анама қандай жақсылық істей алам деген балалар, өзіңнің семьяңның проблемаңды ата-анаңа артпасаң, сенің істеген жақсылығың осы болады. Тура сол сияқты. Біз қазір өзіміз аяққа тұрамай жатып, жығылып жатып, өзімізде бірлік жоқ, өзімізде ынтымақ жоқ. Біздің мұсылман әлемі тұрмақ, сенің бір туған ағаңмен, ағаңның әйелімен, әпке қарындастарыңмен ынтымақ жоқ. Сол кезде тұрып алып еще Палестина туралы сөйлейтіндерге таңғаламын. Палестинада нең бар? Өзің бір туған әпкеңмен араласпайсың, семьяңды ақша үшін сатып кеткендер бар, ағаңды жеңгең ұрып жатыр, жеңгеңді сабап жатыр. Өз қызыңа өзің ие болмайсаң, өзін түзету керек деп есептеймін. Олардың саясатында не шаруамыз бар? Әйел адамның еркек дәрігерге көріну қаншалықты дұрыс дейді. Проблема жоқ. Дәрігер ол. Әлбетте, еркекке еркек, әйелге әйел дәрігер тапқан жақсы. Бар болса, вариант болса, альтернатива болып тұрса. Мына жерде мысалы сен врачсың, неге келдің, гинекологсың, гинекологқа келдің, гинеколог Сәрсеніп деген тұр, сіңген Абдуллаева деген тұр. Енді, конечно, Абдуллаеваға бар, Сәрсеніпке бар ма? Енді жоқ, барлық жер еркек болса, көріне бір өшті ауыр өліп қалмайсың, сен дәрігер ғой ол. Кішкене олай заманауи ойлап түсініңіздер да, дін адамның өміріне қарсы емес, дін өмірін сақта дейді. Дәрігерге көрін алтыным. Келін қайнапасының балаларын қарауға міндетті ма дейді. Міндетті? Неге ода тұрғаштыр? Мен қарамайым, өлсең өле бір деген сөз. Біз міндеттіміз, біз қайнапа тұрмақ Кавказдың баласын қарағанбыз. Түріктер, басқа халық көшіп, ауып келгенде, олардың біраз өлгенде солардың баласын қараған еліміз біз. Шешендерді қараған еліміз біз. О бізге қайнапа емес, қайнападан да алыс. Соны қараған ел сені ата-бабаң. Енді жоқ, мен қарамайым деп, мен өз балам өзіме деген ондай болған жоқ қой жаным. Ода тұрған не бар? Қара. Сен міндет қыма. Сен просто айтсаш, мен қайнапамен ортам нашар. Енді ол нашар болғаны баласына не көрініс бермеу керек. Үйлену үшін ниет еттім дейді. Ол да жақсы. Қыз таппай жүрмін. Не көп, қыз көп. Қыздан көп нәрсе жоқ.
Сен просто ана нелерді азайт, критерийларды. Түрі мынандай болу керек, осындай болу керек, түрі осындай, ақшасы бар, немесе ақшасы жоқ, аяғы секретарша болу керек, осындай болу. Ондайды азайтсаң, қыздан көп нәрсе жоқ. Мұрны картошка қызды да ала бер, ештеңе етпейді. Бақытты боласың сонымен. Саған әдемі бала туып береді бұйырса, жақсы әйел болады. Кішкене толық қыздарды да ала бер, олар да күйеуге шығу керек. Ана арық, әдемі фанера болған қызды іздеме. Кішкене толық майы бар, мына жерінде жақсы 5 кило бала туып береді саған. Үйлене бер жаным. Ұстаз, ажырасқан әйел жасы кіші жас жігітке тұрмысқа шығуға болады ма дейді. Алам деп қоймай жатыр ма не? Ей Алла. Бақытты бол енді. Баласымен алуға бола ма? Болады. Жақсы болады. Сразу балалы болып қалады. Неге бар, қиналмайды. Роддомға бар. Бұл туды ма, қыз туды ма деп. Готовый. Дайын. Полный комплект. Үйленіп алдым. Бірақ сені қорламау керек ол, шығалады тұрмысқа, бағың ашылсын. Бірақ ағайын қабылдай ма, туыс қабылдай ма, мәселе осыда. Ана толық қыздар да жақсы дейді, тұрса айтады. Адыраспа харам ба дейді, жоқ. Екінші әйелі алғым келеді, бірақ бірінші әйеліме айтуға қорқамын дейді. Айтқан біз оны. Сен солай қорқып жүре бер жаным. Арманда 85 келгенде Құда қаласа аларсың. Арман деген жақсынан, арманға жетесің. Арманға ниет қыла бер Құда қаласа. Жақсы ғой ниет. Жақсы, осындай арман менен тоқал алам деген арманға жетсін, жақсылық болсын, күндеріңізге Құдай береке берсін. Бірер сағат болыпты. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.